Сәлеметсіздер ме, құрметті ханымдар? Осы видеода мен сіздермен шугаринг жасауға арналған пастаның рецептімен бөлісетін боламын. Оның екі түрін дайындауға болады. Ашық түсті жұмсақ түрін бетке, қол-аяққа, ішке қолдануға болады. Ал жабық, қаттырақ түрі қолтық пен бикиниға арналған. Ол үшін сіздерге қант, лимон қышқылы, су және ас қасық қажет болады. Олардың мөлшерін төменде видеоның сипаттамасына жазып кеттім. Бір қолдануға жететін пастаға 6 ас қасық қант, 2 қасық лимон қышқылы, 2 ас қасық толтырмай су құямыз. Су көп құйсаңыздар пастаңыз қытырлақ болып қалады, сондықтан көп құймаңыздар. Оны бір қалыпты баяу отта пісіреміз. Дайындау барысында отты өзгертуге болмайды. Пастаның дайын болу уақыты 5-6 минуттай, бірақ мен өзім оны түсіне қарай анықтаймын. Егер маған ашық түсті жұмсақ түрі қажет болса, онда мен пастаны оттан осындай консистенция кезінде алып тастаймын. Бірақ мен бүгін пастаның қаттырақ түрін алу үшін сіздерге соңына дейін пісіріп көрсетемін. Мен бұл рецепті 7 жыл бойы қолданып келе жатырмын. Егер сіздерде бірден жақсы шықпаса, берілмеңіздер. 2-3 рет пісіріп көргеннен кейін үйреніп кетесіздер. Паста осындай түске еніп, дайын болған соң, оны құрғақ, ыстыққа төзімді ыдысқа құйып аламыз. Шугарингқа арналған қоспамыз 2-3 сағаттан кейін осылай суып, қатып дайын болады. Келесі видеода мен сіздермен шугаринг жасаудың техникасымен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.